Сәлеметсіңдер ме, балалар? 2-ші сынып жаратылыстану 5-ші сабақ. Өсімдіктер тіршілік ортасына қарай қалай бейімделеді? Балалар, біз жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабаққа қайталауға арналған сұрақтарға жауап беріп көрейік. Өсімдіктер қандай бөліктерден тұрады? Қане, есімізге түсірейік. Өсімдіктер тамыр, сабақ, жапырақ, тағы тұқым, тағы қандай бөліктерден тұрады? Есімізге түсіріп, толықтырайық. Келесі сұрақ. Қоректік заттар өсімдіктің қай бөлігіне түзіледі? Қане, бұл сұрақтың барлығы өткен сабақта айтылған болатын. Қоректік заттар өсімдіктің жапырағында түзіледі. Я, балалар? Ол сабақ арқылы өзінің қоректік заттарды күннің көзі жапыраққа түседі. Ол өзіне керекті қоректік заттарды сіңіріп, сабақ арқылы сіңіретін болады. 3-ші сұрақ. Өсімдік қайсы бөлігі арқылы тыныс алады? Қане, есімізге түсірейік. Балалар, жапырақ бөлігі арқылы өсімдіктер тыныс алады. Балалар, мен сендерді топқа бөлдім. Яғни, мына жерде өздеріңе ұнаған гүл шоқтарын таңдау арқылы 2 топқа бөлінесіз. Қызыл раушан гүл шоқтарын таңдағандар бірінші қатарға бірінші топ болады. Екінші сары раушанды таңдаған топ екінші топ болады. Олай болса, суреттерге қарап, сұрақтарға жауап берейік. Бірінші топ оқушыларына берілетін тапсырма. Мына өсімдіктердің тамырлары қандай? Назар аударайық. Тамырлары қандай, балалар? Олардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Өсімдік тамырының қандай қызметін білесіңдер? Жалпы тамырдың қызметі қандай, балалар? Еске түсірейік. Екінші топ оқушыларына берілетін тапсырма. Суреттерге қарасаңдар, бұл өсімдіктердің жапырақтарында қандай айырмашылық бар? Олар бір-біріне ұқсай ма? Осы сұрақтарға жауап беріп, өз ойыңмен бөліс. Мәтінді түсініп оқы. Құрғақшылыққа төзімді өсімдіктердің тамыры ұзын болады. Олар жердің терең қабатынан су сіңіреді. Ал су өсімдіктердің тамыр жүйесі әлсіз жетілген тамыр түктері болмайды. Өсімдіктің жапырағы қаншалықты кіші болса, соншалықты су аз буланады. Сондықтан шөл мен шөлейт өсімдіктерінің жапырақтары ұсақ, кейде кактустың жапырағы сияқты тікенге айналады. Елімізде өсетін сексеуілдің жапырағы болмайды. Бұтақшаларында тек тікенді қабыршығы ғана бар. Су қорын жапырағында немесе сабағында сақтайтын өсімдіктерді суккуленттер деп атайды. Ауа ылғалдығы жоғары жерлерде өсетін өсімдіктердің жапырағы жалпақ және жұқа болады. Жапырақ көлемі неғұрлым үлкен болса, соғұрлым су көп буланады. Суреттерге қараңдар. Сұрақтарға жауап бер. Мына өсімдіктер тіршілік ортасына қарай қалай бейімделген?
Бұл өсімдіктерді шөлді аймақтарда өсіруге бола ма? Әрине жоқ. Жоғарғы мәтінде тыңдағандарындай, неғұрлым жапырақтары үлкен болса, соғұрлым су көп бөлінеді екен. Яғни бұл суретте көріп тұрғандарыңыз өте суды жақсы көретін, суды тез сіңіретін, су сүйгіш өсімдік болып есептеледі. Бұлар шөлді аймақтарда өсіруге болмайды. Себебі шөлді аймақта өсетін өсімдіктердің жапырақтары кейде болмайды, немесе майда, өте ұсақ болады екен. Себебі олар суға, шөлге өте төзімді өсімдіктер. Өсімдіктің бейімделу түрі жоғарғы құрғақшылық. Яғни су қорын сабағы мен жапырағында сақтайды. Балалар, жоғарғы құрғақшылық дегеніміз өте жаңағы шөлге, суға шыдамды өсімдіктер су қорын, яғни өзінің ішкен су қорын сабағы мен жапырағында сақтайды екен. Жапырақтары ұсақ, тікенді немесе түкті болады. Тамыр жүйесі жақсы дамыған. Жаңа сендерге мысал келтірген сексеуіл өсімдігін білеміз. Ол өте шөлге төзімді өсімдік. Оның жапырақтары болмайды, тек олардың қапшақтары болады, жапырақтары болмайды. Және ол сексеуілдің тамыры өте үлкен, тереңге жайылған. Яғни суға төзімді шөлейтте өсетін өсімдіктердің тамыры жақсы дамыған деген сөз осы екен, балалар. Ал келесі өсімдіктің бейімделуінің бір түрі ол жоғарғы ылғалдылық. Яғни суды жақсы көретін, суды жақсы сіңіретін өсімдіктер. Оларды қалай анықтауға болады? Жапырақтары жұқа және көлемі үлкен болады екен. Жапырақта судың булануы артады. Яғни біз, балалар, суретке қарап, немесе оның сыртқы бейнесіне қарап, өсімдіктердің бейімделу түрін анықтай алатын боламыз. Есіңде сақта, өсімдіктер түрлі жағдайда бейімделу арқылы тіршілігін сақтайды. Бұл қызық. Кактустың жапырағы тікенге айналады. Әрбір кактустардың сабағында 2000-3000 литрге дейін су жиналады. Сексеуілдің тамыры 10-12 метрге дейін тереңдікке кетеді. Оңтүстік Африкада өсетін фикус өсімдігінің тамыры 120 метрге дейін жетеді екен, балалар. Осымен бүгінгі сабағымызды қорытатын болсақ, өсімдіктер ылғалды климатта қалай бейімделеді екен? Яғни біз өсімдіктер суды жақсы көретін, ылғалды жақсы көретіндер, олар климатқа жақсы бейімделеді екен, олар шөлейтке шыдамайды. Оларды біз жапырақтарына қарап, ылғал сүйгіш екенін анықтай алатын болады екенбіз. Неге ауа райы ыстық жерде өсетін өсімдіктердің тамыры ұзын болады? Себебі, балалар, ауа райы ыстық, шөл жерде өсетін өсімдіктердің тамыры өте мықты, тереңге кетеді. Себебі ол жер қабатының білесіңдер, төменгі бөлігінен ылғалдылығы сәл жоғары. Сол ылғалдылықты жердің астынан алады. Олар өте суға, шөлге төзімді өсімдіктер. Қалай ойлайсың, кактусты көп суғаруға бола ма? Жоқ, әрине. Ол шөлге төзімді, бейімделген өсімдік болып саналады екен. Оның жапырақтары тікенек. Ол
біз жоғарыда айтқандай, біз суға өте төзімді өсімдіктің бірі бұл кактус екен. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.